Құрметті жолдастар, барлықтарыңа ассалаумағалейкум. Көптен бері бейнебаянымыз болмады. Болмаған себеп қол тимеді дейді ғой. Не жаңалық? Жаңалық көп. Қазіргі таңда ең бірінші жаңалық Қазақстанға 48 су жаңа осындай тягачтар кіргіздік. Кіргізіп, оның бәрін растаможкасын жасаттырып, Қазақстанға алып келіп, учетқа қойып, ол машинаның 15-і примерно шамамен 15-і Өзбекстанға кетті. Өзбекстанда өзіміздің филиалымызды аштық. Сол қалған 10 су жаңа осындай новый ман, жаңа ман Қазақстанға осы тұрғанда қазір бара жатыр. Біреуін өзім айдап келе жатырмын. Сөйтіп жаймен әйтеуір Құдай деп өзіміздің компаниямызды ашып, жаймен жұмысты жалғастырып жатырмыз. Команда туралы айтатын болсақ, команданы жаймен жинап жатырмын. Ең қиыны енді айтатын болсам, енді адам табу, нормальный, прям жұмыс істейтін тәжірибесі бар дальнобойщикті табу өте қиын екен. Осы күнге дейін 100 шақты бір адам келген шығар, сол 100 шақтың 70-ін жұмыстан шығарып жібергенмін. Өйткені несі жоқ, маман емес, не профессионал. Айтып отырмын ғой, осы күнге дейін көп нәрселер, жағдайлар болып жатыр. Біреуін кешіресің, екіншісін кешіресің, үшіншісін кешіресің. Қазақ біз қойшы құрсын деп. Ақыр аяғында оның бәрі айналып келіп өзімнің қалтамнан теуіп жатыр. Осы бізді көріп отырған мына кішкене компаниясы бар жігіттер болса, олар түсінеді енді мен айтатыным. Я болмаса алқаш, я болмаса наркоман, я болмаса тәжірибесі жоқ осындай адамдар келеді. Кейбіреулер өтірік айтып келеді. Ойбай, 15 жыл опыт деген бар, опыт деген прям құлақтан ағылып жатыр деп. Ақыр аяғында бір машинаны соқты, бір адам бізге келген, одан екіншісін соқты. Сөйтіп әйтеуір жаймен косяктан косякқа тығып, ақыр аяғында соны қой давай деді. Тәжірибесі бар жігіттер келеді, жұмысқа тұрады, бірақ ішеді. Бір-бірімен сол біздің компанияда жұмыс істейтін екі жігіт сол бір-бірімен стоянкада тұрып, қырылып, бір-біріне пышақ салып алсақтап, киімін жыртып, машинаны өртегісі, мына терезені сындырып, оның ішіне кіріп ұйықтағысы келіп, мынандайлар да бар. Ондай адамдар да болған бізде. Ондай адамдар да болған. Араққа тойып алып, неде автомойкада ұйықтап қалып, оған машинаға кіре алмай, терезесін сындырып, сөйтіп жүрген адамдар да бар. Ондай жігіттер жетеді екен. Неше түрлі кадрлерді көріп жатырмын ғой өздері. Шегетіндер де бар, ішетіндер де бар, арақ ішіп ұстап қалып жатқан жігіттер де бар. Сол правасынан айырылып, я болмаса сол косякқа кіріп өте көп. Бәрі ондай емес енді. Менің ойымша 10 адамның 3-і ғана нормальный болып келеді, қалған 7-і я тәжірибесі жоқ, я ішет, я шегет, я басқа да нелері бар, проблемалар бар. Мен өзім енді адамның баласы болғасын, мен өзім кедейлікті де, ақша жоқтықта бәрін көргенмін. Мен жұмысқа алатын кезде айтамын, жігіттер, егер арттарына құйрықтарың болса, айтыңдар. Білмеймін енді, алиментің бар ма, сот орындаушылардан проблемаларың бар ма, я болмаса басқа да проблемаларың бар ма, шыға аласыңдар ма, шыға алмайсыңдар ма деп сұраймын. Кейбіреулер ойбай бәрі жақсы, ертеңіне сол алименттен сол сот орындаушыдан қағаз келді. Осындай сендерде жұмыс істейді екен, сол алименті бар деп. И сөйтіп не істейсің енді, амал жоқ, ұстайсың. Естественный отбор дейді ғой, орысша айтқанда, Дарвиннің теориясы бойынша. Естественный отбордың ішінде жақсы жігіттер өзіміздің компаниямызда қалып жатыр. Жақсы жігіттер жұмыс істеп жатыр. Оның саны жаймен көбейтіп жатырмыз. Құдай қаласа, осы алдымыздағы 10-15 машинаға да жақсы жігіттерді қазір таңдаймыз. Сондықтан да егер тәжірибе бар болса, жолдастар, егер ынта бар болса, егер ел көргілерің келсе, жел көргілерің келсе, жақсы айлық тапқыңдарың келсе, мына экрандарыңыздағы электронды поштаға жазыңыздар. Қысқаша, ассалаумағалейкум, қалай жағдайдың керегі жоқ. Жасым осындайда, категориям осындай кезде аштырғанмын, осындай тәжірибем бар, осындай компанияда жұмыс істегенмін, осындай көлік айдағанмын, визам бар, я визам жоқ, сотталғанмын, сотталмағанмын, соны қысқаша, бірақ толығырақ жазып өтсеңіздер, сондай резюмелер айтсам болды. Сондай резюмелерді бірінші орында қабылдаймыз. Бұл бір айлық туралы айтатын болсақ, мен білемін, жолдастар, қазір Қазақстанда қанша айлық төлеп жатқанын. Жалпы осы өзімнің компаниямда 700 000 теңге айлық. Қазіргі таңда оклад. Сен бара жатсың ба, бармай жатсың ба, оған ешқандай қатысы жоқ, 700 000 теңге оклад. Плюс оның үстіне қосып тағы да 90 000 теңге береміз. Ол 90 000 теңгені мына жүріп тұруың бар,
ең бастысы мына көлік охраняемый стоянкада тұру керек, сол үшін берілетін ақша 790 мың теңге ай сайын. Құдайға шүкір, әйтеуір айлық төлеп отырмыз жігіттерге. Менің ойымша бұл Қазақстан үшін өте жақсы айлық деп ойлаймын. Өйткені мына стоянкада тұрғанда, мына границада тұрғанда мен сөйлесіп жүрмін ғой Қазақстан жігіттеріне. 350 мың теңге айлық береді екен. 400 мың теңге, 450 мың теңге, әрі кетсе 500 мың теңге. Это максимальный айлық, бірақ ондай 500 мың беретін енді өте. Мен бір 20-30 адамнан сұрағанбыз, оның екеуі ғана айтты, 500 мыңдай аламыз, бірақ оның ішінде бәрі все включено деп. Бізде сол 790 мың теңге бәрі все включено. Бұл бір. Екіншіден, кейбір жігіттер жазады, бәрінің тәжірибесі жоқ қой. Мен осы бір желанием бар дейді да, бір асып-тасып бара жатқан. Мені алшы жұмысқа дейді. Ондай жігіттерді де аламыз. Міндетті түрде өз басым, я болмаса басқа жігіттер стажировкадан өткізіп, нені қалай істеу керек екенін, соның бәрін үйретіп, көрсетіп, өзімізбен бірге Европаға алып кетіп, оны ертіп, артымызға екінші, үшінші машина болып, сөйтіп бәрін көрсетіп үйретеміз. Өйткені менің ойымша ең жақсы кадр ол өзіңнің кадрың, өзіңнің сол өсіріп үйреткен кадр деп ойлаймын. Басқа жаңалықтар туралы, бұл ман туралы арнайы бейнебаян түсіреміз, күн шамалы ашылғасын. И сіздерге көрсетемін, бұл манның ішінде не бар, не жоқ, бағасы қанша деген сияқты. Қазір заправкаға қарай кеттік. Құрманғазы атамыздың суреті мына жерде тұр. Бүгін Алматыда симфонический оркестрге алып келдім. Қазір концертке кіреміз. Мәдениетті шамалы дамуымыз керек біз. Ты знаешь, я сам впервые здесь. Да. Ну как тебе ощущение? Пришел культурно обогатиться. Столица Москвы, ё-моё. Ух ты. Құрманғазыны көрдің бе? Видел, да? Құрманғазы Жамбыл ма? Құрманғазы, Жамбыл. Ну, во всяком случае, біздікі ғой, домбырамен тұрып көрдің, да? Алматыда да дирижер бір сағат болды. Қолым былғап тұрған дейді. Қалай шаршамайды дейді. Мен айтам, ұйықтап отқанда да сөйтіп шығар дейді. Бергел Алматы. Шаршамайды дейсің бе? Зашли в ресторан, блин, как у себя дома. В советское время. Пошли, Алмат. Такой у нас дома тоже стоял. Не, я думал, будет больше, оказывается, вот столько всего лишь пельменей. За 460 рублей. Приятного аппетита. Ну что, Алмат, как тебе ГУМ? Керемет. Отлично, да? Пошли посмотрим, что тут продают у нас. Жарты сағат болғанда ұрады, сәлаққан ұрады. Иә. Қаратып жүріп, былай қарай өтіп кетсін деп, былай қарай. Ар жағынан шығады да былай кетеді наоборот. Иә. Ар жағынан шығады да былай кетеді. Қатып сөйтіп қарат көрдің. Иә, мен өзім басқарғанмын ғой кезінде. Ішіп алсам басқарамын. Бағана дирижер жоқ па? Мен де ойландым да сол дирижердің 1 сағат бойы ұрып тұрды ғой қолымен ше. Түнде ұйықтағанда сол сөйтіп қолым былғап жатады ау деймін ше.
Так, жолдастар, Қызыл Алаңдамыз. Мына ЦУМға кіріп шықтық, одеял көріп шықтық. 50 мың теңге тұратын одеял. Қызыл Алаңда суретке түсіп. Мен енді болғанмын, енді мына жігіт келіп, енді ауылдан. Одан симфонический оркестрдің концертіне қатысып. Қап-қара қазақ сен ғой соның ішінде. Е-мое, басқа қазақ жоқ қой. Дальнобойщиктер оның ішінде вообще жоқ қой. Үйде бір сағатына шыдап. Сонымен кеттік қазір охотный ряд деген жерге бара жатырмыз.